Түнде Астанадан келсем, Тағылымды ғұмыр деген Жабайып Қайнағаның кітабын алып келген екен. Кеше 1 мамыр күні ол кісінің осы Тағылымды ғұмыр атты кітабының тұсаукесері болды. Мына біздің үлкен қайнағамыз, үлкен көкеміз 18 жыл өмірден өтті. Сабыр сақтар саналы сөз иесі, пейіліңнен тарқамас шуақ осы. Ақ көңіл айналасын әлделейтін, жырымда жүрегімнің бір киесі. Бұл кітапты жазған біздің апамызбенен Ардақан деген қайын сіңілім. Естелік жазбаларын балаларына ұсынған біздің үлкен мамамыз, кітап материалдарын дайындаған қайнағамыз, сосын қайным, ал енді суретпен көркемдеген әдет деген қайным. Осы кітап өте әдемі жазылған екен. Кеше 1 мамыр күні әдемі кітаптың тұсаукесері болды. Сөз бен саз бағдарламасында Бердіқан деген күйеу баламыз жүргізіп, өте әдемі күйінде өткізді. Одан кейін түскі ас болды. Үлкен көкемізді еске алып, әдемі нәрселерді, әдемі деректерді біз тағы да естіп куә болдық. Бұл кітапқа алғы сөз жазған, ұрпақтың ұлы тағзым атты сөзді жазған Қойлыбай Қаражанұлы деген Қазақстан Республикасы журналистер одағының мүшесі, қалға-ағарту ісінің архив салаларының үздігі, Маңғыстаудан және облыстарының құрметті азаматы, біздің үлкен көкеміздің досы, жолдасы, сол кісі жазған екен. Одан кейін барып кемелдік жолдар туралы, отбасы шежіресі туралы, біздің өзінің әкесі туралы, біздің атамыз Сәтіберді Абай туралы көп нәрсе жазылған екен. Одан кейін барып тумаластар туралы, балалық шағы туралы әңгімелері көп жазылған екен. Мазмұнмен таныстыратын болсам, 1 бөлімде ұрпақтан ұлы тағзым, одан кейін 2 бөлім кемелдік жолы, 3-сі көкірек күмбірі деп аталады. Яғни көкірек күмбірінде балалық шаққа саяхат жасай отырып, сол кездегі өткен жолдары әріптеске, шәкіртке, одан кейінгі ғұмырының өткен туралы жазылған. Ал 4 бөлімде жадымда тұрар мәңгілік деген өзінің еңбек еткен кезеңдері мен әріптестерінің ой толғаулары жазылған екен. Ал енді 5 бөлімде жан шуағы, өзіне бақыт сыйлай берген жан жарым, үлкен мамамыз туралы, сосын тумаластардың айтылған шежірелері, сосын 6 бөлім жарқын әзілдері туралы, 7 бөлім мен сенің өміріңнің жалғасымын атты әкенің соңынан ерген ұрпақтар туралы жазылған, соңында қорытынды сөз. Өте керемет әдемі жазылған екен. Мен келгелі қарап шықтым. Дизайны да өте жақсы екен. Оны жазған біздің апамызбенен қайын сіңлімізге өте үлкен рахмет. Осы кітаптың ішіндегі 5 бөлім жан шуағы дегенге тоқталайын деп тұрмын. Сонда тумаластар шерткен сыр деген жерде біздің Кеңес ағаның үлкен көкеге арнаған керемет құттықтауы бар. Одан кейін барып, әрдайым қолдап дем бердің деп біздің Амантайдың жазған естелігі бар. Яғни оқуға алып барғаны, Ардақан екеуінің өмірдегі үлкен көкемен жүрген кездегі алған нәрселері, үйренгені, туыстық ықыластарының арқасында біздің қазіргі кезде 2 ұрпақтың әдемі жақсы араласып отырғандығы туралы өте жақсы жазған екен. Және бір айта кететіні, біздің атамыз 2015-те қайтыс болса, бұл кісі 2018-де көп ұзамай қайтыс болды. Екеуі 2015 жылы Америкаға бармақшы болғанбыз, Арайлы мен Әлжанға. Сәті түскен жоқ. Олардың армандары Америкаға барып, Лас-Вегастен карта ойнап, сондай үлкен бір жетістікке жетіп келеміз деп еді. Ол сәті түспеді.
енді сондай ағайындардың арасындағы, бауырлардың арасындағы өте тумаластық туралы өте жақсы жазылған екен. 305 беттен бастап сол кездегі суреттер берілген екен. Суреттегі біздің үлкен көкенің жолдастары, достары, мынау Тамара Асардың келген кездегі біздің үлкен көке мен үлкен мамамен түскен кездері. Біздің үлкен көкемізге үлкен жұмыс атқарған, өте атақты адамның бірі болды. Қаншама шәкіртті оқытты, тәрбиеледі. Мына жерде біздің Амантайдың класстастары мектепке 20 жылдыққа барған кезде түскен суреттері, құрдастарымен түскен суреттері, 50 жылдықтағы мінекей тойда түскен суреттері, бауырларымен түскен суреттері, достарымен түскен түгел әдемі, әрбір өздерінің жеке-жеке отбасымен түскен суреттері берілген екен. Мінекей мынау мінекей қазір үлкен көке кеткеннен кейін үлкен мамамыз Бауыржанның жанұясымен бірге түскен суреттері. Мынау баласының үйленген суреттері, жарастың үйленген. Мынау Анаргүлдің, одан кейін Гүлбанудың жанұялары. Кітап өте жақсы жазылған. Ғұмырым менің жадымда деген бөлімде біздің мынау үлкен көкенің екінші әкесі атамыз, мынау шешеміз, мынау Шүренбай ағаның жанұясы, апа жездеміз, мынау біздің папаммен бірге отырған суреті, атамызбен бірге. Ары қарай тумастары туралы суреті берілген екен. Мына жерде тойда түскен суреттеріміз, кездесу, әртүрлі той, жиын, қалмай келетін дүниемі. Жатқан жерің жайлы, топырағың торқа болсын. 169 бетте Шипалы Алақан, ізгі жүрек иесі, халық емшісі Мерген Әбиұлының 80 жылдық тойында жасалған баяндама дейді. Үлкен конференция болған, сол кездегі біздің ағаның, үлкен көкенің жазған баяндамасы. Түгел біздің атамыз туралы толық мәлімет осы жерде көрсетілді, айтылды. Өте жақсы. Әдемі, сөз саптасы өте керемет, адамды сөзімен баурап алатын баяндама болды. Жолдасы оймен кәсіп, қорғаны сабыр, қорғаушысы мінез, сынаушысы халық деп әдемі қылып керемет баяндама жасаған болатын. Осы баяндаманың бәрін жинақтаған керемет. Өте әдемі шыққан кітап. Қаншама еңбек. Бізде атамызға арнап 80 жылдық тойын жасағанда осындай кітап жазған болатынбыз. Бұл кітап жазу деген оңай емес. Әрі қарай біздің Қосшан ата туралы. Мына жерде біздің көкеге арналған әдемі жыр бар. Жабайып көке өзінің ойынан шығарған керемет жыр шумақтарын жинастырған екен. Ал соның біреуі мінекей Ақниет деген біздің атаның немерелеріне Айғанат пен Айжанатқа арналған. Гүлдер тұр мерекенің өңін ашып, келіп жатыр адамдар шашу шашып, күтіп тұр қонақтарды ата-анаң, қуанып көңілі тасып құшақ ашып. Өмірде бала бақыт, бала көрік, бала үшін жинаймыз барды теріп. Айғанат пен Айжанат құрмет тұтың, төріңде атаң отырып ата беріп. Келдіңдер шаңыраққа көрік болып, жетелеп бір-біріңді серік болып. Келініміз әкелді қос ұланды, апельсин мен алмаға жерік болып. Бар ағайын шындықты біле келді, қос апаң қуанғаннан күле берді. Үй үшін сондай-ақ содан былай шаттық билеп, үміт тасы өрмелеп жүре берді.
шын шаттыққа бөленіп әке шешең, тойлап жатыр мінекей ауыл көшең, сай болып ата-ананың көңіліне, жүрсіңдер той төрінде болып әсем. Өмірдің гүлін ашқан көктемінде, толқыған каспий бөктерінде, жетелеп алып келді ата-анаң, ұлы арман білім берер мектебіңе. Сананы белеп тұрсын терең ұғым, түсініңдер ақылымен өмір сырын, ұлттың салтын ұлықтап өсе берін, көрік беріп бұйра шаш жуан бұрым. Ата-ананың сүйікті ұл қызы боп, бірің алмас бірің қырмызы боп, денсаулықта өмірде жүре берің, замандастарың ардақ жұлдызы боп. Әумин. Ізгі ниетпен үлкен көке Жабаевпен үлкен мама тәрбие. 18 қазан. Яғни біздің айғанатымызбен айжанатымыз Алла тағаланың берген егізектерінің мектепке барар кезіндегі жазған өлең шумағы. Тойдың үстінде керемет қылып айтып берген болатын. Керемет естеліктер. Кітап өте жақсы жазылған екен. Мен тек азғантай жерін ғана таныстырып өттім. Үлкен көке, жатқан жеріңіз жайлы, топырағыңыз торқа болсын. Алдыңыз өзіңізге, артыңыз ұрпағыңызға құт болсын. Алла тағала екі әулеттің үлкен арасында бауырмаластық сезім сіздердің арқаңызда жалғасып келе жатыр. Сол әрі қарай жалғаса берсін. Үлкен мамамыз арамызда ені